Selam aleykum hürmetli teleseyirciler. Bugün fevralның 10 Millet телеканалында Haberler информацион программасы тақдым etili. Студияда мен Алиме Кайбулаева çalışам. Пешімдікі саатқа бойлы малыматмен таныш етеміз. Федераль мақсади программа бойынша Мечетте ве Бақчасарайда насыл объектілер құрылмақта. Как мы видим, он уже приступил к работам земляным и выполняет подготовку под возведение фундамента. Карьер меселесі аляда кескін бұлғанақ койсакенлері наразылық білдірелер. Как только начнутся карьеры, это заключение ученых, даже не надо об этом иметь 7 пядей во лбу, воды не будет. Просто уйдет вода, и мы останемся без воды. Файдалы білгілер Қырымның эпсі мектеплерінде аятха хавсыз yol или адлы ачық дерслер олып кечті. Очень интересно было пообщаться с детьми, которые задают вопросы, которые безопасность дорожного движения интересует. Москва-Америка Қошма Штатларының президенті Дональд Трампның мемуриеті или Русия-Америка мұнасебетлерінің күн тәртібі бойынша тең оқуқлар, үрмет ве бір-бірінің менфатларына назарда тұтарақ иш алып бармаға азыр. Бұақта Русия тыш ішлер нәзірлігінің башы Сергей Лавров білдірді. Конструктив екі тарафлама елверішлі бағларының инкешафы Русия ве Америка Қошма Штатларының халқларына реал файда кетіре біле. Олар дүниедегі вазиетке де мұзбет тесір етмесі мүмкін, деді Сергей Лавров. Қырымда Бүйік Британиялы алимлер атиқаят қазмалар кечірежеклер атиқаятчылар бұл қазмаларны 2018 сененің байрінде башламаға планлаштыралар. Тетқиқатлар Қырым жең девірінде олып кешкен ерлерде кечірілежек. Тәфсілетлар ақында Нариман Тарсинова тариф етежек. Британиялы алимлер ярымадамызға мерақлыға елі келділер. Оларының планларында 1853-1856 сенелерінің Қырым женкіне бағышланған тарихи археология клейханы азырламақ. Тытқы қатның мақсады адидір. Алимлер Қырым женкі дәвірінде аскерлер насыл яшағанлары ақында білмеге істейлер. Қайтытме кереке әйетнің тәркібінде Бристоль шер университетінің уч алимы кере. Тәжірибелі арби тарихчи ве конфликт археолог Нил Фолкнер уметы теке бойле лейха девлетлер ара бағны елештережек. Академические связи, то есть между людьми науки разных стран, влекут за собой развитие более глубоких отношений. Мы очень надеемся построить такие связи в крымском проекте и очень надеемся, что это улучшит и разведет больше отношений между странами. Булейха эмде гарп туристлерны желпетежек. Буйси кележекте Қырымда да бір туризм чешетіні, яғни археологик туризмны инкешаф еттережек. Для Крыма это, конечно, важно не только в развитии археологического туризма, не только в развитии истории, культуры, но в первую очередь это популяризация Крыма. Для Крыма это важно и экономически, и политически, поэтому мы будем делать все для того, чтобы этот проект стал международным. Алимлерны эмді нәзірлер шурасында қабыл еттілер. Аппарат ребері Лариса Панасюк Британиядан мұсафірлерні қаршылады. Анда да уларның археологик лейха яратма хаясыне қол тұтылар. Такие работы, которые предполагают делать археологи британские и историки военные британские, они должны проводиться под наблюдением наших крымских археологов, которые будут получать открытые листы и совместными экспедициями будут проводить эту работу. Бристоль шерінден келген мұсафірлер бұсіне да бір кере кележеклер амайынды бұйық археологик тақым еле, чүнке азырлану ішлері башлайжақ. 2018 сенесінің барінде исе олар тарла ішлер башлап кечермеге планлаштыралар. Бұратлық күнлерде исе олар Ақяр шеріні зиярет етежеклер. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Украинаның Адлия Назирлігі Авропа махкемесіне инсанларының ақ құқықлары бойынша әмде Русияде Қырым татар халқының межлесі ясақ етілмесі бойынша дава açtı. Бұақта Адлия Назирі Павел Петренко білдірді. Бұнен берабер Украина әнді 5 девлетлер ара дава açқанына ақта білдірді. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек Украин Адлия Назирлігінің давалары ақында тефсір беререк, Русия четел махкемелерінің қарарына амелге кечірмеге мечбур дегіл деп қайдетті. Бүгін Девлет Милетлер ара комитетінің векілері Незарет черчевесінде Невбетеки Сефер федераль мақсади программа бойынша құрыжылық объектлерде тешкеру кечірділер. Бақчасарайда вяқ Мечетте құрылай атқан объектлеріні бізім телевизион тақымызда бақып шықты.
Бірінші объект Бусюрен мемориал комплексы олды. Мұнда құрылжылық фаал суретте девам етмекте. Прораб Денис Имеев қайдеткеніне көре мемори бинанын ве музейнің темелі әнді азыр. Яқында қыта құрылжылар жаминын темелі үшін семент қояжақлар. Бұл сененің майыс 18-не қадар сүрен әріфлер композициясы азыр олajaq. Сейчас делается гидроизоляция. Шымды bu binalarının гидроизоляциясы кече жаминын векелсенін темеллеріне арматуралар қойыла, яқын вақытлары бетон қойылajaq. Бұл есе енді Бақшысарайының 7-ші микрорайоны. Мұнда 260 ерлік бала бақшының құрылжылық ішлері алып барыла. Леха ішлері бечерілді ве мұзбет нәтижелері алынды. Шымдықы вақытта котлован қазылмасы үшін топырақ hazırlanıла. Общий объем строительства. Bu объектте бүтүнлей 303 миллион рублей айрылajaq. Шымдыки вақытта енді 67 миллион рублей айрылды. Көргеніңіз кібі енді құрылжылар ішлеріні башладылар. Бетемел қоймақ үшін азырлықлар көрелер. Девлет комитеті незарет тешкіревлеріні систем шекілде кешірмеге девам етежек. Федераль мақсади программа бойынша бір sıra құрылжылық объектлер Ахмеджетте де бар. Елінің сонына қадар 4 бала бақшасының құрылжылығы планлаштырыла. Бұл мақсатқа 1 миллиардтан зияде рублей айырылды. Қырым Жұмхуриет капитал құрылжылық қызметі Сымарыш Чеве құрылжы сайыла. Қайдытмек кереки мектептен эвел мөсесілер модульдегіл. Бұл капитал құрылжылық объектлері олajaq. Бұрчоқрақ Чоқурча ве молодежный қасабаларында бала бақшаларының территориясы қораланды. Левхаларының паспортлары асылды. Бұл ерге құрылжылық малземелер кетірілді, топырақ азырланув ішлері алып барыла. Происходит разработка. Топырақ ішлері алып барыла, ерінің планировкасы кечірілі, ве топырақ айрылығы девам етмекте. Қырым Муэдислік педагогика университетінің базасында олajaq генчлерінің полиэтник медениет мерkezінің құрылжылығы еле Казань шәрінің шіркеті оғраша. Шымдықы заман құрылжылық үшін ер қораланды қаравуллар ве штаблар чалыша. Начался этап вырубки. Территорияда темізлік ішлер кечірілі, тереклер ве усумлеклер жиштырыла. Топырақ ішлері үшін керекли весихалар тапшырылды. Февраль 15-шінде ішлеріні башламаға планлаштырамыз. Бала бақшаларының құрылжылығы бұл елінің сонына қадар екінлейджек. Мерkezін тікленілмесі есе 2019 сене бекленіле. Султания Есетакаева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Крымның электрика иле теменленуі бүтүнлей тертипке кетірілді. Крымэнерго тақымлары эпсімескен ерлерде çalıştılar. Нәтижеде ерде ышық бар. Бұқта Жұмхуриев күләде вазиет назерлігінде хабер етіле. Ава бозылуы себебінден Ярымада территориясында 85 қой ышықсыз қалған еді. Ахмеджет районының Бұлғанақ қояш, Бұлғанақ бадырақ, жав жүрек ве ағач эликойлерінің ерлі сәкенлеріні карьер меселесі расызлай. Біздің телевизион тақымыз бұл проблемаға бір қач келеді қат айырды. Қырым ел башчысы Сергей Аксенов евел айтқан еді. Қырымда этрафтаки мұйтке зарар кетірілсе, ешбір карьер олмайжақ. Ама Бұлғанақ қойның ерлі сәкенлері наразылық көстермекні девам етелер. Планлаштырылған карьер көйлерінің 200 гектар топырақта ерлеші жек. Бұл байырлар көйлерінің еллерден қорчалай. Бұндан ғайры анда құруқ ерлер бар. Анда ғар Бұлғанақ өзені кече. Ерлі сәкенлері сув меселесі расызлай. Олар қорқалар. Егер карьер құрылы башланылса, экологиялы не олajaq. Бұл алда бір sıra проблемлер пейда олajaq. Біріншіден сув меселесі. Александр Гармс Бұлғанақ қой шурасының мебусы білдірді ки, топырақ ішілсе, бұл территорияларда ерлешкен табиат ве тарих абиделері телекеге оғрай Было обращение. Ерлі сәкенлерден мұражат олды. Біз әпіміз топлашуға келдік. Ерлі сәкенлер умумен карьер олғаныны істемейлер. Прудовай көйінің сәкенлері де первасыз қалмайлар. Карьер меселесі бойынша Тешебюс тақымының азасы Абдул Чахалов білдірді ки, әнді илімлер академиясы чықарған ичтимаи екін бар. Мы пользуемся самым главным. Біз сувнен хуланамыз, амма карьер хурылып башланылса, біз бірше япып оламамыз. Бізім көйіміз олежек, сон біз шер сәкенлеріне сізнікім бақыжақ деген суал береміз. Бөйлек өзел ерлеріні йоқ етмек нек мен бірше аңламайым. Мы против этого карьера. Біз карьер олғаныны істемейміз. Біріншіден бұл кенлер сық яшраған ер. Ве біз совет девренің вақытларыны алсақ, бізім көйлеріміз ән сувлы ерлердір. Бізде карьер олса, бұтын қырымда су болмайжақ. Көйлерде карьерге қаршы ерлі сәкенлер имзалар топлап башладылар. Наша новая дорога. Карьер олса, яны yollarımız yok olacak. Bizim ekologiyamız yaramay olur. Bizim özenlerimiz pek balaban. O endi tolup başlanıldı. Karьер olsa pek çok problemalar olur. Demege isteyim. Men Allah'ım ava limanı büyükleştirmek gerek. Ama böyle değil.
келді. Хырым табиат байлығы ишлетувы ве хырым табиат назирлігінің экспертиза идаресінің ребері Александр Хлебников қайтетті ки кой сакинлері üçün телуке йоқ, олар қорқмақ керек мейлер. На сегодняшний день можно посоветовать, что законодательство Российской Федерации абсолютно учитывается общественное мнение. И мы бы всем рекомендовали перейти от таких необоснованных стихийных высказываний к именно сформировать объективные вопросы, то, что беспокоит людей, и уже для тем обсуждать те проблемы, которые волнуют население, чтобы уйти от простых каких-то декларативных заявлений. Я не хочу, что я не хочу, это не годится. Нужно учитывать и потребности Республики Крым в материалах, которые у нас сейчас требуются в больших объемах, но и учитывать те реальные последствия, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. И вот именно по оценке тех плюсов, которые мы получаем от эксплуатации, и тех негативных влияний, которые будут, возможно, последуют, и принимать окончательное решение. Қайтытме кереке Хырым Жимхуриет башы Сергей Аксенов білдірді ки экологик ақыбетлерінің телекесі олса Ахмеджит районының көйлері территориясында карьер açılmajak. Мухаммед Зикиряев, Асан Зиваддинов, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Львов шерінің нешрияты кроссворд жиынтығының сайфелерінде Украина харитасының Қырым ярмадасыз нешір әтті. Бұл мejmuaның оқуcıları ve ijtimai ағларының kullanıcıları арасында çoxtan çox hoşnutsızlıq doğurdu. Нешрият берген мәліметқа көре бойлы Украина харитасы или жиынтық 30 bin нұсқада нешір етілді. Ама Львовның газета киоскларында бұл мejmuаны енді тапмақ мүмкін дегіл. Бүгін Devlet Milletler Ара комитетінің мутехасыслары кефе сакинлері үшін адлеви консультация кечірділер. Адледжілер ең актуал суаллерге жевап берділер. Әмде мүлкиет топрақ саасында ве нефақа ве иштимай төлевлер или темин етілів бойынша проблемлер чезілуінде ярдым көстерділер. Мевзуны мұхбиріміз София Шукурова девам ете. Бүгін кефе шерінде адледжілерінің чықыш мислятына 24 инсан yazıldı. Олар насыл суаллернен мұражат еттілер. Шымды білежеміз. Мутехасыслар хырымлыларға меслят бермектен ғайры аман-аман әрбір мәселенің чөзілуінде қанунға бинайын ел тапмаға ярдым етелер. Вильдан Сеферов адледжілерге өз 76 яшлы хартбабасы Амилия Сеферов Қырымға топрақ дамартасыны алып оламай. Шымды о Перім шерінде яшай. В 1944 году его двухгодовалого вывезли из Крыма в Молотовскую область. И вот этот человек сейчас хочет вернуться обратно. В прошлом году приехал, ему говорят... Он был на приеме в Симферополе, ему говорят, надо прожить 5 лет здесь, в Крыму, и после этого мы вас поставим на очередь, и после этого мы, возможно, вам предоставим жилье. Я написал в декабре Путину письмо с просьбой выделить какой-то участок или жилье какое-то ему здесь, чтобы он на родине умирал. Пришел ответ, сказали, что вот, действительно надо прожить 5 лет, это законы Крыма, и после этого поставить в очередь, и после этого ему предоставить жилье. Мирием Джепарова кираға алынған әвінде балабан айленен берабер 15 ел яшай. Хадын айтаки квартира невбетінде 15 ел тұрып невбетте 102 ола. Оқа севет етеке она квартира етecek mi yok. Benim meselem pek büyük. Evim yok. Семьям 7 tane adamdan. Yaşamağa yerimiz yok. Kvartira tutup yaşayımız 15 yıldan. Onlar endi mağa ayttılar, kısmet etse Приморскийде үй құралacaklar. Mağa netip yardım berip, mağa da үй kısmet etse olur dep nettiler. 102. bolup turaman очередьте. 72 үй kuracaklar bilmeymen. Onda neterler mi yok mu? Ну, пообещали. Экінші группа Саха Зейнеби Абдулова 2003 seneden берлі кефеден 5 километр месафеде Солнечная қасабасында яшай. Оларның яшайыш ері қазай алда болына. Эки одада 7 инсан яшамақта. Как мы можем уже падало, все с потолка падает, оттуда вода течет. Шифер весь полетел с крыши, ничего нету там на крыше. Все вот течет, здесь постоянно вода. Окна это еще сами мы сделали, чтобы не дуло. Здесь нет ни воды, сюда не может заехать скорая помощь. У нас депортированный папа, которому уже 85 лет. Он не можем вызвать сюда ни скорую, ничего сюда не заезжает. То МЧС заезжает на носилках, его вниз несут. 3 раза инфаркт был у папы. Посоветовали, чтобы я обратилась
со всеми документами в исполком, что будут, если там собрать документы, что будут переселяться в аварийного дома. Кечкен сененин исаяты мескур ичтимai ухуки илейха музбет нетижелер бергенini көстери. Әдлеге консультациялары гражданларға тек юксек истисаслы ярдым алмақтан ғайры мулкиет топрақ энде ичтимai төлевлер гражданлық ve реабилитацияқта весихалар элде төлөві или апақлы меселелерні семереле чезмек үшін имкан бери. Самым проблемным место компактного проживания является Аджиголь. У них очень плохие условия с дорогами. Людям очень тяжело добираться до центра города Феодосии. Также аптеки и другие условия находятся в отдаленных краях. С путями дорожными очень сложно и проблематично. Адлиежелерінің невбеттеке чықыш консультациясы энді февральның 16-сында Ахмечит районының трудовой көйінде бекленілі. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін Қырымның эпсі мектеплерінде аятха хавсыз yol или яни в жизнь по безопасной дороге адлы ачық дерслер олып кечті. Олар yol әрекетінің хавсызлығына бағышланған. Лейха черчевесінде Қырым Жұмхуретінің тәсил Илем вегеншлер Назира Наталья Гончарова, ВГИБДД идаресінің ішкі ішлер назирлігі полковнигі Анатолий Борисенко, 13 санлақ Меджид умум тәсіл мектебінің зиярет әттілер. Анда бізім ичеди тақымымызда болынды. Каждый день, входящий в школу, здесь напутствие прочтет, изучая закон дороги, безопасности, почет. Сабадан берлі мектепте yol әрекеті бойынша лотерея өткерілі. Дігерлі мұсафірлер де ойында іштирак еттілер. Доғру жавап үшін татлылықлар бағышланды. Бұндан сон әйет аятқа хавсыз yol еле серлевалы дерслер өткерілген сыныфларны бақып чықтылар. 6-й сынып талебелері ГИБДД идаресінің хадимлері үшін викторина азырладылар. 4 тақым yol әрекетінің қайделері бойынша білгілеріні ойын шекілінде тақдым етті. Наталья Гончарова талебелеріні yol әрекет қайделеріні білмеге, огренмеге ве мұқайт олмаға давет етті. Самое дорогое. Ана бабаларыңызға ең қиметлі шей бұсыз. Сіз үшін есе бұ сақлығыңыз. Бұ біз ожалар ве ана бабаларыңыз үшін мұйымдыр. Викторина дерстен сон юқары сынып талебелері мектепнің ички азбарында араба ве пияделер әрекетіні көстерділер. Мұсафірлер де бұ ойында іштирак ете білділер. Мында талебелерге светофор или донатылған пияды кечетіні насыл кечмек светофор çalışмаған вақытта өзіні насыл алып бармақ кереклігіні көстерділер. Әмді yol әрекетінің ишаретлеріні білмек бойынша ярыш өткерілді. Так, предупреждающий. Дорожная работа. Дорожная работа, хорошо. Следующий. Какой тип? Предупреждающий скользкая дорога. Муэссисенің векелері талебелерге yol әрекетінің қайделеріне реагет етмек мұйым олғанына ақта тариф еттілер. К сожалению, язық кемер етішкен инсанлар озыны насыл алып бармамақ кереклігіні көстерелер. Балатчықларға айтамыз ки, егер сіз етішкендер қайделеріні бозғаныларыны көрсеңіз, оларға бұл ақта айтыңыз. Біз пияделер тәртіплі олғаныны істейміз. Мерасимнің сонында полис полковнигі Қырым Жұмхуреті бойынша ички ишлер назирлігі ГИБДД идарияның хадимы Анатолий Борисенко кичик талебелер үшін yolны насыл кешмек кереклігі ақында дерс берді. Бұндан сон олар бераберлікте yolны амели шекілде кечтілер. Очень интересно было пообщаться. Баллар или субет етмек пек мерақлы еді. Олар yol әрекет қайделері бойынша мерақлы суаллер қойдылар. Еменлік ile айтмақ мүмкін. Олар келечекте итибат ile бізбеніштірерлер. Ахмежитнің 13 санлы умум тәсіл мектебінің мүдірі Ирина Рула Мойсте хафлы yol чатышмасы янында олғаныны қайдетті. Балар күн оны кечмеге мечбурлар. Оның үшін ГИБДД идаресінің хадимлері мектепте бөлекібі мерасимлеріні сық-сық кечерелер. Хотела бы обратиться к нашим родителям. Помните. Ана бабаларға мұраджат етен балаларыңыз үшін нүміне олыңыз. Бұл евлядларыңыздың яшайышы, диққатлы олыңыз. Баларыңызға yol әрекетінің қайделері ақында текрарланыз. Тек бұл вақыт оларны кезінтіге ве мектепке ялыңыз yolламаға қорқмассыныз. Айша Шулакова, Кимбекиров, Миллет үшін. Ахмеджит районының ақсақаллары ве имамлары үшін ананеви зиярет тешкіл олынды. Олар Жума жемінің құрылайатқан еріні Русия қараманы Алиме Абдынанова адыны ташыған яны мектепні Сирен станциясында құрылайатқан мемориал комплексіні ве Бақшисарайдaki хан сарайны зиярет еттілер. Зиярет Ахмеджит район мемориеті тарафындан тешкіл олынды.
Ақсақалар ve imamlar üçün ziyaretler anenege çevrildi. 2 hafta evvelsi Sak rayonunun esli başlı insanları halkımız üçün emetli olgan obyektlerini ziyaret ettiler. Bu sefer binalarını ise Ahmedcit rayonunun ақсақалları ve imamları gördüler. Ekskursiya Büyük Cuma Cami kurulatkan yerinden başlandı. Bu kısa vakit içinde bayağı bir iş yapılgan. Bunun yanında da işte gerçekten bütün Kırım olarak, bütün Müslümanlar olarak 19. yılını bekleyiz ki inşallah güzel bir camimiz bunda duracak. Adamlar geldi, yapıp gördü. Eyyet azaları din inşaatı o günde kurulatkan memuri korpusunu bakıp çıktılar. Kurucu şirket vekilleri binanın kurulu ve işlerinin planları ve cami ne vakit teslim edileceği hakkında tafsilatlıca tarif ettiler. Musafirler kurucularga onların eyye işlerinde muvafakiyetler dilediler. Ve bizge de Kırım'ın en büyük cuma camisinde namaz kılmağa Allah kısmet etsin degen ümitlerini seslendirdiler. 1 yıl bolurum, 2 yıl bolurum. Bu mutlaka cami yakınlayanlar. Onun için inşallah namaz kılmağa imkanı olur. Boğan istegenlerge ben de istemen çoklaşsın ibadet etkenler, yaşlar, gençler koşulup bu mutlaka hürmet etsinler o dinimizge, baba dede kütken dinine, Müslümanlıkka. Sonra ise musafirler Alimi Abdınanova adını taşıgan mektepke yol aldılar. Mektep boyunca ekskursiyаны müdür Eleonora Akimova alıp bardı. Musafirlerge sual vermek imkanı düştü. Onlarını esasen ana tilimizden verilecek tahsiller arsızlay. Koruşuvde Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov da bulundu. O kaydetkenine göre böyle gibi koruşuvler devlet programmalarını amelge geçirilü hakkında tek eşitmek degildi, onlarını şartı olmağa yardım beri. Cemaat yani mektepten memnun kaldı. 20 yıldan beri bekledik. Kurdular pek yakşı. No ben isterim ki bunda çalışan adamlar hepsi böyle doğru iş alıp varsınlar. Milletimizde bu yerde Kırım Tatarları çok. Ben isterim ki bu milli ozu Kırım Tatar mektebi olduğunu isteyeyim. Ben 40 yıl spor trener olup çalıştım. Böyle zal görmedim. Bunda çalışan trenerler yakşı çalışsınlar, gece gündüz çalışsınlar. Bizim balalar kuşlu. Onlara yaxşı terbiye versinler. Sonra ise Eyyet Bahçesaray rayonunda yerleşken Süren stansiyasına yol aldı. 1944 senenin Mayıs 18 günü halkımız büyük faciaga uğradı. Tamam bu yerden, tamam böyle gibi vagonlardan binlerce halkımız öz vatanından sürgün edildi. Alhazırda Süren stansiyasında memorial kompleksin kuruculuk işleri başlandı. Ve bu kompleks yaş nesilge bu vahşi facialarını unutmamağa yardım verir. Memorial komplekste esas bina ve muzey olacak. Kompleksin birinci növbeti endi keçken sene açıldı. Baş binanın ok tarafı Kırım Yarımadası'nı andıracak. Kartlarımızga aytkan üçün ular bunda kelele koz yaşlı ketmeler. Ular sizine koreler nazedi akılına kayta nazmında cemaatini getirdiler. Yaş bizim yaş partiyamızga ularga gerek işte ular bilgeyler. Bizim millet ne kadar kıyınlık gördüler, ne kadar da bu yerge kelgence, qaytıp kelgence Kırımga ne kadar da kıyınlık yetti. Endi biz bugün evdemiz, vatandamız, yaşayız. Ya Allah kısmet etsin, şu bunu bir gün qaytmasın. Esli başlı insanlar Süren stansiyasında memorial kompleksin kuruluğu pek emniyetlidir dediler. Çünkü yaşlarga o vahşi vakalarını şahsen hissetmeye imkan verecek. Bu kompleks endi Allah kısmetse yakında yapıp bitirseler. Bundan sonra bizim gelecek ballar, torunçuklarımız bu yere gelip bizim nazmundan koşurdular. Nasıl kıynalıp koşup başka hükümetlere, başka yerlere var nasıl kıynalıp yaşayıp gelip yana Kırım'a kaytıp gelgenimizi bunda gelip yaşlarımız koruyacak, bundan ibret alıp yaşayacak. Onun için Allah Teala gelecekte yaşlarımızga bütün Kırım Tatar milletine insaf versin. Dinimize sarılayak, dinimizi küteyik de bu şeyleri unutmasın, yaxşı yaşamaklar vatanımıza kısmet etsin. Ziyaretinin sonki noktası Bahçesaray'daki Han Sarayı oldu. Kırım Hanlarının rezidensiyası Zengin Sarayı, ilvanlar, eşyalar, bunlardan yapısı Kırım Tatar halkının urf adetlerini, tarihini unutmamağa silten beri. Mavile Eyyub Adam İsmailov, millet için. Şimdilik bu hepsi malumat bizim muhbirlerimiz endi yangi malumat üzerinde çalışalar. Onun için gelecek haberler informasyon programmasını saat 20:30'da Hasan Abibullayef ile kaçırmanız. Rahatlık günleriniz yaxşı geçsin. Görüşmek üzere.